Баршаңызға қайырлы күн. Үй жағдайында өте дәмді көктал әзірлеймін. Табиғат аясында көкталды жасайтын кезде ірі балықты таңдап жатады, ал мен өзімнің формама сәйкес келетін осындай шағын ғана балықты алдым. Менің балығымның салмағы 2,5 килограмм. Көктал жасауға балғын балық қажет болады. Балықтың сыртында қабыршақтарынан тазартпаймыз. Балықтың арқасынан бастап пышақпен кесіп ашамыз. Икрасын алып қалып, қалғанын тастаймыз. Балықты бір жуып тазалап аламыз. Балық жақсы маринадталу үшін түбіне жеткізбей тіліктерге бөлеміз. Балықтың дәміне қарай тұз бен қара бұрыш себеміз. Маринадтау үшін 3-4 чеснокты терканы майда көзінен өткіземіз. Бір ас қасық толтырып майонез салып, осылай бетіне балықтың жағып шығамыз. 2 орташа пиязды жіңішке дөңгелек етіп турап, үстіне тұз, қара бұрыш, бір ас қасық майонез салып, араластырып балықтың үстіне саламыз. 2 орташа картопты жіңішке дөңгелек етіп турап, үстіне тұз, қара бұрыш, 2 ас қасық күнбағыс майын құямыз. Картопты 2 қатардан балықтың үстіне орналастырамыз. Алдын ала қызып тұрған духовкада 200 градуста 20 минутқа салып аламыз. 20 минут өткеннен кейін балықты духовкадан шығарып, картоптың бетіне жұқа етіп майонез жағамыз. Үстіне қызанақтарымызды орналастырып, оның үстіне де майонезді жұқа етіп жағып шығамыз. Картоп пен қызанақ күйіп кетпес үшін осылай майонезбен барлығын жауып шығамыз. Балықты қайтадан қызып тұрған духовкаға салып 200 градуста 40 минутқа қоямыз. Көкталымыз духовкада піскенше балықтың икрасын бір жуып алып ыдысқа саламыз. Үстіне бір үлкен пиязды қуырып алып қосамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, бір жұмыртқаны қосып араластырамыз. Балықтың уылдырығын осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Қызып тұрған майға бір ас қасықтан салып, 2 жағын бірдей қуырып аламыз. Көкталдың дәмі керемет, дәмді болып шығады. Көкталдың бетіндегі начинкасын өзгертіп жасасаңыздар болады. Қышқыл алма мен картопты майда етіп турап, майонез араластырып бетіне салып, солай пісірсеңіздер де болады. Ал қызанақтың орнына балық толық піскеннен кейін кетчупты жұқа етіп жағып шығуға болады. Бетіне ірімшікті сеуіп, бір духовкаға салып алуға болады.